Ал қыздар, енді бұны эпоксидный смоламен жабатын боламыз үстін. Қараңыздар, бағанағы мен айтқан мына кесіп тастау керек дедім ғой, соның көмегімен ақырын эпоксидный смоладан аласыздар да бағанағы бояғандарыңызға үстіне осылайынан құятын боласыздар. Шетімен ақырын әдемілеп әкеліп осылайынан. Анандай ұсақ жерлер мынау енді төгіледі. Ал мынандайлар сәл іріліктеу, тегіс, олар төгілмейді. Ақырын әдемілеп құйсаңыздар, шеттері барлығы ақпай осылай әдемі болып шығады. Ол үшін сіздер мынаны жан-жағына осылайынан созу керексіздер. Мынаны эпоксидный смоланы. Сондықтан да мен сіздерге бағана айтқаным, бұдан көп нетіп араластырып керек емес. Бағанаға видеода негізі видеом тоқтап қапты да, сосын сәл араластырып атқан жерім үзіліп кетті. Атак, егер түсініксіз болып қалған жерлер болса, жазып сұраңыздар, е? А компонент мен Б компонентті түсінікті деп ойлаймын. Енді оңай ол 100-50 ғой. Соны жақсылап араластырып, неке қараңыздар мынаны. Мына тегіс дүниелер оңай құйылады. Егер астына ағып кететін болса, соны бағанағы наждакпен немен түзейтін боламыз. Так, енді мінекей екіншісін қаз құяйын, сосын оттың көмегімен ана ішіндегі пузырьктарын аламын. Неменді баланың даусы шығып атса айып етпеңіздер. Үйде кішкентайым оянған. Так, мінекей қараңыздар. Осыны осылай жақсылап құясыздар. Осының барлығына да дәл солай құясыздар, қыздар. Шеттерінен ақын шығармай отырып, жақсы ма? Оның қазір мен барлығын бірден көрсетпей ақ қойын, енді нақты осы 1-2 үшеуіне көрсетіп жүрейін. Қалғанына ұсақтарды өткені ұзақ уақыт алады. Ана кішкентай істетпейді. Қазір дауысы шығып, шулап, түсінікті деп ойлаймын енді. Келесіде мен мынаны қазір артын бояғанын, соларды көрсетем. Наждакпен істегендерде, мынаны пока қатқанша осылай қоя тұрамыз. Қараңыздар, мінекей жан-жағына барлығына қарап шығасыздар, толығымен шеттеріне тигендей. Шеттеріне тимей қалып кетсе, сол жерде көрініп тұрады. Жоқ екен. Эпоксидный смоланы. Ал мінекей қараңыздар, екеуін эпоксидный смоламен істедім. Көрдіңіздер ме? Қазір мен сіздерге жақындатам. Пузырьктар тұр. Көрдіңіздер ме? Енді осыны отпен істесеңіздер, үстінен тез-тез ана пузырьктар кетеді. Көп те істеуге болмайды, күйдіріп жібереді. Мына жерде менің қана сәл жылтырлар қалыпты, шығыпты, ештеңе етпес жарайды. Мына жерде. Тағын бір мәрте айналдырып шығайын. Шеттеріне жақсылап тиген. Просто бұл аққаннан кейін негізі сәл жұмсақтау кезінде аққандарын алып тастаған дұрыста, оңайырақ алынады. Менікі сәл қазір көрсетем ғой, солар сәл қатыңқырап қалды. Өзге мен бірден алған жоқпын. Уақытым тимей қалды кішкентаймен жүріп. Мінекей қараңыздар, пузырьктар барлық кетті. Сәл просто мына жерде жылтыр бар. Ана неде жылтыр қалған ғой. Неге? Қараңыздар. Көріне ме? Бұны енді қоя тұрамыз. Бұларды да енді өздеріңіз құярсыздар, е? Бұны енді ағат, бұлардан оны сіздер осында астына бірдеңе зат қойып алыңыздар. Сосын соның үстіне қойып, мына нені эпоксидный смоланы қойсаңыздар болады. Папа жоқ. Папа жұмыста. Осылайынан толықтай істеп шығасыздар, е қыздар, өздеріңіз бояғандарды осылайынан істеп аласыздар. Қараңыздар.
көп істесеңіздер енді ағып кетеді, көп болып. Өздеріңіз көз мөлшерімен ең бастысы жан-жағын жапса болды. Егер анандай үлкен картинкалар болса, мына эпоксидный смоланы бірден құясыздар ғой. Негізі эпоксидный смоланы көп араластырған жерде ана балаларға жақындатуға болмайды. Бұның иісі бар да біраз. Абылайынан кішкентай кезінде бұландайда білінбейді иісі. Атак негізі бала бар жерде бұны үлкен мөлшерде қолдануға болмайды. Қазір мен бұлайынан шеттеріне келтіріп алайын. Hazır bolum. Қатып қалған жерлерді отпен жіптесіздер. Егер ана арт жағын түзер кезде қатты қабатса, сосын қыздар негізі эпоксидный смола кезінде қолдарыңызға перчатка киген дұрыс та. Қолдарыңызға ана эпоксидный смола жабысып қалса, кетіру сәл қиынырақ та. Анандай үйде скраб болса, скрабпен тез кетеді. Денеге, бетке арналған скрабтар бар ғой, сонымен тез кетеді. Болмаса ана кір сабымен. Мен кір сабымен жуып жүремін. Бірнеше рет сонда кетеді. Мінекей қараңыздар, мына болды. Енді отпен істеп жүреміз. Мінекей қараңыздар. Бұл енді ертеңге дейін қатады. Әзірге қыздар мынаны қоя тұрамын. Мынаны сосын мен өзім істеп тастаймын. Енді қыздар мен сіздерге бұны жаңағыдай мінекей мына кеткен жақтарын қалай жұмыс жасау керек екенін көрсетейін. Так, мынада мінекей көріне ме? Аққан жерлер бар. Көрдіңіздер ме? Сол жерлер қатып қалған. Соны енді осылайынан наждакпен деп қоймын, немен аласыздар, қырасыздар. Менікі сәл өзі өтпейді. Өзінің несін жоғалтып. Қатты қалың түскен жерлерді кесіп алып тастайсыздар. Мына жерде менде көп ақпаған, көрдіңіздер ме? Мынаны просто пышақпен осылайынан қырып жүрем. Сосын наждактап жүрем. Арт жағын тазалау керексіздер міндетті түрде. Егер тазаламасаңыздар, ана акрилмен бояған кезде ісі көрініп тұрады мынаның бәрібірде. Қараңыздар. Мынаны енді осындай наждактап жүресіздер. Мына жерге наждактайын, себебі ана қоқымы түспесін. Түсінікті ғой негізі, қыздар. Мынамен бүйтіп наждактап жүресіздер ғой. Ана жаңа көрдіңіздер ме? Аққан жерлерін ізін қайтадан өзі ағаш қалпына келтірді де. Наждак сәл қолды кір қылады енді. Сосын мынаны да потом ең соңғы сүртіп жүресіздер ғой. Енді маған мына жерге қара краска керек. Мен бұны бірден түсіріп жатырмын, қыздар, өйткені мен андай ютубқа істегенде монтаждап нетпей жатырмын. Бірден осындай реальный уақытта түсіріп жатырмын. Себебі кішкентайым бар, түсірткізбей жүр соңғы уақытта. Енді қараңыздар, осының арт жағын мына қарамен нетем бояймыз. Мына щеткамен қатып қалған екен, қазір тоса тұрыңыздар. Мына щеткамен бояй берейін. Андайда тез қатып қалады. Тастай.
Қараңыздар, осылайынан бояп шығасыздар. Шеттеріне шығып кетіп жатса, шеттерінде бояйсыздар әдемілеп. Түсінікті ғой, иә? Ал қыздар, қараңыздар, мынаны артын барлығын осылай қарамен бояп шығасыздар ғой. Осыдан кейін бояп алғаннан кейін негізі акрил лакпен де бояп жіберсеңіздер болады бұның артын. Просто мендегі акрилым сәл қатыңқырақ қапты. Балконда тұрған ғой, соған қатып кетіпті. Атак немеді, бұл негізі жұқпайды қолға. Акрил лакты қолданбасаңыздар да болады. Мен өзім акрил лакпен қолданғаннан кейін көрсетем сіздерге де қалай болады. Ол просто сәл мынаған жылтырақ береді. Неке? Мына жерде нетіп сырып тұрған қараш. Шеттерінде осымен әдемілеп бестіп бояп жібересіздер. Жақсы ма қыздар, осылайынан әдемілеп аккуратно бояп аласыздар. Шеттерінде егер ана не орталарына ағып кетіп жатса, жаңа эпоксидный смоламыз, онда не дейсіздер? Наждакпен, жаңағы пышағымызбен аласыздар. Жақсы ма қыздар? Мен әзірге мынаны осылайынан қоя тұрайын. Мен өйткені эпоксидный смолам қатып қалуы мүмкін. Қазір аналарды өзім ақырын боя ағызып үстін толтыра берейін дегенім ғой. Сіздерге просто мына нақты қайсынан кейін қайсы екенін көрсетіп айтып жіберейін. Осылайынан артын дайындап аласыздар ғой, мына кепкеннен кейін. Сол жаңа айтқан акрил лакпен боясаңыздар болады осының үстін. Менде мынау кеуіп тұр. Енді осыған қазір мен нені жапсырам? Немеді, брошканың основасын жапсырам. Бұны әзірге ақырын ғана жапсырып қоям. Мен бұған негізі нелер іздегем де, шуруповерттар іздегем де, мынаған бірден шуруппен бұрайын деп. Бірақ мен кішкентай шуруптар таппадым. Что-то жоқ екен ешқай жерде. Енді мен пока әзірге мынаны эпоксидный смоламен қатырып жапсырып қоямын. Ал сіздер осы эпоксидный смоламен жапсырсаңыздар болады. Немесе бағана айтып өткендей не деген бар ғой, клей. 7000, 6000 дегені бар. Сомен жапсырсаңыздар болады, жақсы ма? А так на эпоксидный смоланы өзімен де осылай жапсырып, прямо вечно қатып жасаңыздар болады. Навеки қатып қалады ғой бұл. Просто қозғамаңыздар. Бұл жабысқаннан кейін. Осылай намнеке тұрсын. Бұл осымен қатады. Сәл мына просто краскасын эпоксидканы ақырын істеу керек та, чтоб не көрінбегендей. Эпоксиднамен сәл ғана істеп жүріңіздер. Ал неке қыздар, осымен осылайынан қоя тұрамыз. Неге маған сәл аздау жағылды, шыққан жоқ эпоксидный смоласы. Енді осылар қатсын, ертең осының қалай қатқанын, қалай шыққанын көрсетем қыздар. Ал енді осылардың барлық қатқаннан кейін мен сіздерге толығымен жұмысты көрсететін болам. Мыналар қатқаннан кейін бұған сырғаның основасын жапсыратын боламын. Ал әзірге мен бұларды қиып тастайын, пока мынауым қатпай тұрған кезде қыздар.